1963 жыл 12 желтоқсанда Өзбекстанның Ферғана облысы Марғыланда туылған. Өзбек кезеңінен примадоннасы деген атпен белгілі. Өзбек кезеңінің патшайымы, өзбек кроличасы, өзбек эстрада әншісі, композитор, ақын, продюсер, Өзбекстан халық артисі. 1998 жыл Қазақстан, Түркменстан және Тәжікстанның халық артисі болып саналады. Оның репертуарында өзбек, қарақалпақ, түрік, ұйғыр, қазақ, татар, орыс, тәжік, парсы тілдерінен 800-ден астам ән бар. Өзбекстанның басқа Усманованың альбомдары Германияда, ақш-та, Англияда, Түркияда және Голландияда шығарылады. Дискілердің жалпы таралымы 25 миллион данадан асады. Тұрмысқа шыққан, қызы мен 5 немересі бар. Корпоративтік іс-шаралардың бірінде Гавхар Ахимова, Тамара ханымның әпкесі, жас жұлдызды өзінің талантты көріп, оны Ташкентке кәсіптік оқуға алып кетті. Сол жерде ол өзімен бірге вокалдық сабақтарды өткізіп, кейінде оны Саадат Кабуловамен таныстырды. Алдын ала дайындықтан кейін жұлдыз Ташкенттегі мемлекеттік консерваториясына түсіп, оны сәтті бітірді. КСРО-ның ыдырауы жұлдыздың Өзбекстандағы танымалдығына шарықтық шегіне жетті. 80 жылдардың соңына ол өзінің майда дебюттік альбомын шығарып, отандық мойындауға қол жеткізді. 1990 жылы Алматыда өткен алғашқы халықаралық Азия дауыс байқауының финалисті атанып, екінші орынға ие болды. Осыдан кейін Алма альбомын жазып, World Music Charts Europe алғашқы ондығына кірді. Оның осында болғаныңызды тілеймін атты ағылшын өзбек хиті Европа елдерінің поп диаграммаларын бірінші рет жоғары орынға ие болды. Кейінгі альбомларына Жанона, I Wish You Was Here, Binafsha, The Selection Album, Дүние альбомдары оның Германия мен Бенилюкс елдеріне кең танымалын қамтамасыз етті. Осы уақытта жұлдыз Европаға гастролы сапармен барып, Водат сияқты ірі фестивалдарда қатысты. Водат ағылшынша музыка мен өнер және би әлемі, Роскилде және Life for Life. Сондықтан ол 1999 жыл Голландия фестиваліне өнер көрсетумен ерекшеленді. Оның ішінде Күйін Бетрикс көрермен болды. 2002 жылы Жұлдыз Усмановаға Орта Азия өнерінің патшайымы атағы берілді. 2012 жыл ол бір шанс вер альбомыны жазып алған. Онда ол әндерінің біріне Сердар Ортазбен дуэтті айтты. Ол қазіргі Өзбекстанға оралып, өзбек альбомында жазып алған. Қазіргі уақытта оның продюсері болып табылатын Мансур Аға оғлы үйленді. Сондықтан ол 1987 жылы туған қызы соңғысына сынға алынғаны үшін өзбек үкіметі тарапынан бірнеше рет мазасызданды. Ол үшін 2 рет елден кетуге мәжбүр болды. 1992 және 1994 жылдары. 2008 жылы Жұлдыз Усманова 2005 жыл 13 мамырда Анжан қаласында болған саяси қудалау және толқылауға сілтеме жасай отырып, Түркияға эмиграцияланды. Радио Либерти радиосына берген сұхбатына Анжан тәртіпсіздіктерін қоздырушыны айыптап, азаматтық құрбандар туралы айтып, оларды кінәлі деп атады. Сонымен қатар ол өз сұхбатында Жұлдыз Усманова Өзбекстандағы мемлекеттік бақылауға қатысты проблемаларды келтіріп, өзбек өкіметі оның Түркменстанда концерттері орындауға кедергі келтіретінін, онымен өзбек билігі шекара мәселелері бойынша проблема қарым-қатынаста болғанын атап өтті. Стамбулға көшкеннен кейін Түркияда табысты мансабын бастады. Инадим және Дүние атты 2 альбомын жазып, соңғысын түрк жұлдыздары Фатих Эркок, Левант Юксел және Яшармен дуэтіне Өзбекстанның тұңғыш президенті Ислам Каримовтың саясатын ашық қолдап, баспасөзге берген сұхбатына оны патша деп атады. Әншінің жұмысы жасырын тыйым салу Өзбекстанның тұңғыш президенті Ислам Каримов қайтыс болғаннан кейін Шавкат Мирзиевтің республикалық жаңа басшысы болып сайлану қарсаңында жойылды. Әнші мемлекеттік телеарнада шыға бастады. Және Ей Азиз Инсон бағдарламасы еліміздің басты алаңында 11 жыл бойы өнер көрсетпеген Иstiqlal сарайында үлкен жеке концертін жариялады. Ол 2005 жыл 24 тамызда көрнекті еңбегі үшін ордені, халықтың интеллектуалдық және рухани әлеуетін арттырудағы
ғылым, білім және мәдениет, әдебиет, өнер, денсаулық сақтау саласын дамытуға зор еңбегі, отан тәуелсіздігін, елдегі бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайту жөніндегі жұмысқа лайықты үлесі, сондай-ақ көп жылдық қоғамдық белсенділігі үшін марапатталды. Өзбекстан халық артисі, Өзбекстанның еңбек сіңірген артисі және Қарақалпақстанның, Тәжікстанның, Түркменстан және Қазақстан халық артистері атанды. Ол бір қатар фильмдерде суретке түсті, яғни Балажан. Тағы 1991 жыл Темір еркек, 1993 Алаудағы фаришта, 2000 жылы Тахир мен Зухра, 2003 жыл Мұхаббат сынаулары, 2004 жыл Сарваназ деген фильмдерде ойнады. Оның бейнелері 2022 жылда шыққан Sevgi bu sevgi, 2021 жылы Бебахо, 2021 жылда Yürek, 2021 Oğlanlar, 2020 жылда Mübarek, 2020 жылда Mevlom, 2019 Sanamey, 2019 жылда Daralla Dalla, 2019 Men seni sevemen, Yalle, Kongil, Tut kolumdan, İltica, Kızıldağım, Ey yar, koçalar. Оның бір қатар дискографиялық жинақтары бар. 2009 жылы Дүние түркшеде CD альбом Шаф Аркарым продукшнда жарияланған. 2009 жылы Сен хам асыра көзмоншағым, 2010 жылы Тілімдасан емас тілімда, 2013 жылы Кібле бенім қалбымды, 2011 бір шанс вер. Арна тіркеліп бейнероликке лүпіл басыңыздар.